Құрметті көрермендер, бүгін сіздер үшін көлік қозғалтқышының тұтану шамдары мен жоғары кернеулі желілерінің жұмыс жағдайын тексеру барысын видеоға түсірмекпін. Көлік қозғалтқышы үшін тұтану шамдары мен жоғары кернеулі желілер маңызды рөл атқарады. Сондықтан олардың жұмыс жағдайларын арасында тексеріп тұруымыз қажет. Мен жолдас жігіттің гаражына барғанда қоқыс жәшігіне тастаған 4 дана тұтану шамы мен жоғары кернеулі желілерге көзім түсті. Оларды сұрағанымда ол жаңасына ауыстырғанын айтты, және бұлардың қажет емес екенін айтты. Мінекей көз алдарыңызда тұрған заттардың жұмыс жағдайын сіздермен бірге тексеріп көрмекшімін. Кеттік, ендеше бастайық. Ол үшін бізге мультиметр қажет. Мультиметрді қосамыз. Бұны 20 килоомға қоямыз. Кедергіні өлшейтін 200 Ом, 2 килоом, 20 килоом. 20 килоомға қоямыз да әрқайсысын өлшеп көреміз. Құрметті көрермендер, міне енді бастаймыз. Яғни 20 килоомға қойып алдық. Міне бір шетін мына несіне тигіземіз, бір шетін. Екінші шетін ішіндегі бар ғой, соған тигіземіз. Мінекей. Қараңыздар. Экранда 6 килоом көрсетіп тұр. 6 килоом. Экран монитор көрсетіп жүр. Мультиметрді. 609, 608. Яғни бұл жұмысшы жұмыс жасайтын, мынау әлі де жұмыс жасауға болатын тұтану шамы деген сөз. Бұны былай қоямыз. Келесін өлшейміз. Келесі дәл солай. Екіншісі жалғанып тұрған жерін көрсетіп жүр. Екіншісі тұтану шамы 5-18. 5-18. Екіншісі де жұмыс жасайтын тұтану шамы екен. Үшіншісін өлшейік. Үшіншісі 443. 443. Бұл да жұмыс жасайтын тұтану шамы. Яғни көріңіздер ғой, менің тұтану шамының сыртына қарап, яғни сыртындағы лас несіне қарап, бұл әбден тозған екен деп ойлауға болмайды, өлшеу керек. 4-26. Яғни барлығы керекті бізге кедергіні беріп тұр. Жоғары кернеулі желілер есептейміз. Оны да кедергісін өлшейміз. Bir басын мына жаққа тығамыз. Екінші басын мына жаққа қоямыз. 5-89. 5-89. Бұл да жұмыс жасайды. Екінші. Осылай барлығын өлшеп шығамыз. 5-94. 5-90. Бұл да жұмыс жасайды. 6-02. Бұл да жұмыс жасайды. 6-02. Төртіншісін көрейік. 5-87. Яғни бұлардың барлығы жұмыс жасайды. Құрметті көрермендер, қорытындылай келе, бұл тұтану шамдары мен жоғары кернеулі желілер әлі де көлікке өз қызметін жасайды. Құрметті көрермендер, мен өз білгенімді сіздермен бөлістім. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге видео пайдасын тигізіп жатса, мен қуаныштымын. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.